Шағбан айының оразасын шамасы жеткендер ғана тұтқаны абзал. Егер Шағбан айында үздіксіз ораза тұтып, Рамазан айындағы парыз оразаға шамасы келмей қалуынан сезіктенген адам болса, ол адамға Шағбан айында ораза тұтудың қажеті жоқ. Өйткені Шағбан айындағы ерікті оразадан Рамазан айындағы парыз ораза маңыздырақ. Пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Шағбан айында үздіксіз ораза тұтатын қасиетке ие еді. Сол себепті де Рамазан айында әлсіреуден, я болмаса шаршаудан қорықпайтын. Ал өзгелер Рамазан айында әлсіреп қалып, Рамазанда сергек қалып та қарсы ала алмай қалмасын деген сақтықпен Шағбан айының 15-нен соң ораза тұтпауды бұйырған. Шағбан айының 13-ші, 14-ші, 15-ші күндері, яғни шақ күні ораза ұстаған дұрыс. Әсіресе Шағбан айының 13-ші, 14-ші күні күндіз ораза ұстап, Барат түні 6-шы наурыз күні ғибадатпен өткізгеннің сауабы өте мол. Басқа хадистерде пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Рамазан айының алдыңғы 1-2 күнінде ораза тұтпаңдар деген. Ораза Алла тағалаға жақындататын ең үлкен құлшылықтың бірі. Ораза жайлы құдси хадисте Алла тағала: ораза мен үшін, оның сауабын өзім беремін. Пендем тән рахатын, ішіп жеуін менің разылығым үшін тәрк етеді, дейді делінген. Ұлы жаратушы барлық ұлттардың тілімен қоса іштегі айтылмаған тілектерді де біледі. Сондықтан ауыз бекіту дұғасы және ауыз ашар дұғаларын арабша айту шарт емес. Әр ұлт өз тілінде айтса да болады. Сәресіне дұға. Алла разылығы үшін Шағбан айының оразасын таң атқаннан күн батқанға дейін ұстауға ниет еттім. Ауыз ашар дұғасы. Жаратқан ием, сенің разылығың үшін ораза ұстадым. Саған иман келтірдім, саған тәуекел еттім. Сен берген ризық несібеңмен ауыз аштым. Уа кешірімді Алла, менің алдыңғы және соңғы күнәларымды кешіре көр. Таң сәресі аяқталатын уақыт, сәресіні таң намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн. Ақшам уақыты, ауыз ашар кез. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.